Айдар үшін бұл үй бұрын тек ағасының шаңырағы еді, ал қазір ол жерге әр келген сайын жүрегінде түсініксіз бір ауырлық пайда болатын болды. Алғашында бұл сезімді шаршаумен байланыстырды. Күнделікті жұмыстар, жауапкершілік, ағасының жоқтығы бәрі әсер етіп жатыр деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе ол сезім жоғалмады, керісінше күшейе түсті. Әсіресе кешкі уақыттарда үй іші тынышталып, балалар өз бөлмесінде болғанда, ас үйде отырған екі адамның арасындағы үнсіздік бұрынғыдан ұзақ әрі мағыналы бола. Тыныш, жеңгесі ас үйде тұр. Ол бұрылып жай ғана келдің бе деді. Сол сөздің өзінде бір жылылық бар еді. Айдар үнсіз басын изеп, үстелге отырды. Шай құйылды. Белбай келмейтіндей, ақыры жеңгесі тыныштықты бұзды. Сен өзгеріп кеттің соңғы кезде еді. Айдар бір сәтке тоқтап қалды. Ол бұл сөзді күтпеген жоқ, бірақ дайында емес еді. Шаршаған шығармын деді қысқа ғана. Жеңгесі оған ұзақ қарады. Ол көзқараста сенбеу де, түсіну де бар еді. Жоқ, тек шаршау емес деді ол баяу. Осы сөзден кейін Айдардың ішінде бір нәрсе қозғалды. Ол бұдан қашып құтыла алмайтынын түсінді, бірақ қалай айту керегін білмеді. Үнсіздік тағы орнады. Бірақ бұл жолы ауыр болды. Біз бұлай отыра алмаймыз деді жеңгесі ақырын. Айдар басын көтерді. Қалай деді ол, бәрі түсінікті ғой деді ол көзін басқа жаққа бұрып. Сол сәтте бәрі анық болды. Айтылмаған сөздер айтылғандай болды. Айдар орнынан тұрып терезеге қарай жүрді. Сыртта қараңғыл. Күндер өте берді. Сырттай қарағанда бәрі қалыпты сияқты, бірақ олардың ішкі әлемі тыныш емес еді. Әр кездесуде бұрынғыдай еркіндік жоқ. Әр сөздің артында салмақ бар. Әр үнсіздік бұрынғыдан ауыр. Айдар бұл жолдың оңай емес екенін күн өткен сайын анық түсіне бастады. Ал жеңгесі үшін бұл одан да қиын еді. Өйткені ол тек өз сезіммен емес, балаларының, қоғамның, ағасының алдында жауапкершілікпен өмір сүріп жатқанын ұмытқан жоқ. Бір күні кешке тағы да екеуі жалғыз қалды. Бірақ бұл жолы бұрынғыдай жылылық емес, керісінше бір салқындық сезілді. Ұзақ үнсіздіктен кейін жеңгесі бірінші болып сөйледі. Біз тоқтауымыз керек деді ол анық әрі сабырлы дауыспен. Айдар бірден жауап бермеді. Өйткені ол бұл сөзді күтсе де қабылдауға дайын емес еді. Неге дәл қазір деді ол ақырын. Жеңгесі оған қарады. Көзінде шаршау бар еді. Өйткені біз тым алысқа кетіп бара жатырмыз деді ол. Сол сәтте Айдар алғаш рет бұл жағдайда сырттан қарағандай болды. Ол өз әрекетінің тек сезім емес, үлкен салдары бар екенін түсінді. Балалар, ағасы, отбасы ішінде тұрын сезді. Өзімізді алдап жүрміз деді жеңгесі тағы да. Бұл махаббат емес, бұл біздің әлсіздігіміз деген сөздер Айдарға ауыр тиді, бірақ ол қарсы шыға алмады. Өйткені шындық сол еді. Ұзақ уақыт үнсіздік болды. Бұл үнсіздік шешімге толы еді. Баяу орнынан тұрды. Тезіге барар. Ішіндегідей, мен сені жоғалтқым келмейді деді ол ақырын. Жеңгесі жымиғандай болды. Бірақ көзінде жас тұрды. Сен мені жоғалтпайсың. Бірақ біз өзімізді жоғалтып алуымыз мүмкін деді ол. Осы сөз бәрін шешті. Бұл жолы олар сезімге емес, ақылға жүгінді. Бұл оңай шешім емес еді, бірақ дұрыс шешім екенін екеуі де түсінді. Айдар есікке қарай жүрді. Бұл жолы ол тоқтамады, артқа қарамады. Өйткені егер қараса, кету қиын болатынын есік жабылғанда кезде ғана қашықтық сақталды. Уақыт өте келе сезім бәсеңдей бастады. Оның орнын түсіністік басты. Ал жеңгесі де өз өміріне қайта оралды. Балалармен, өз жауапкершілігімен бір күні олар тағы кездесті. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болды. Көзқарастарда бұрынғыдай от жоқ, тек құрмет бар, түсіністік бар. Бәрі дұрыс болды деді жеңгесі жай ғана. Айдар басын изеді. Ол да солай ойлады. Бұл оқиға олардың өмірінде із қалдырды. Бірақ ол іс қателік емес, сабақ болды. Кейде адам қалағанын емес, дұрыс нәрсені таңдауы керек екенін екеуі де түсінді. Және дәл сол таңдау оларды сақтап қалды. Өйткені кейбір сезімдерге ерік беру емес, олардан бас тарту нағыз күш.